Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. İmam Abu Hanife rahimahullah aytdı. Yacibu an yaqul amantu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك كله حق. İmam Abu Hanife rahimahullah, Nu'man ibn Sabit rahimahullah Fiqhul Akbar kitabında iman meselesinde, imanның alғашқы мәселелерінің алғашқы тақырыбында былай деп айтты. Әрбір момын мұсылман үшін уәжіп, әрбір момын мұсылман үшін міндет былай деп айту: мен Алла тағалаға иман келтірдім, және оның періштелеріне иман келтірдім, және оның кітаптарына иман келтірдім, және оның елшілеріне иман келтірдім, және өлімнен кейін тірілуге иман келтірдім, және тағдырдағы жақсылық та жамандық та Алладан екендігіне де иман келтірдім. Қиямет күндегі есеп хисапқа иман келтірдім, және мизан таразына иман келтірдім, жәннатқа иман келтірдім, және тозаққа иман келтірдім, және осылардың барлығы хақ екендігіне де иман келтірдім деп айту әрбір момын мұсылманға міндет дейді имам Абу Ханифа рахимахулла. Нұғман ибн Сабит рахимахулла ақида мәселесінде, иман сенім мәселесіндегі алғашқы хадисте келгендей ең бірінші Аллаға иман келтіру, одан кейін періштелерге, одан кейін кітаптарға, елшілерге ары қарай кете береді. Осы мәселеде иман келтіру уәжіп. Және осы иман келтіргенде осы сөзді айту керек па, әлде айтпай-ақ жүрегімізде осы сенім болса жете ме? Осы мәселеде Абу Ханифа рахимахулланың шәкірттері, ғұлама шәкірттері, соның бірі Мулла Али Қари рахимахулла осы мәселеде екіге бөлген. Бірінші, Алла тағалаға иман келтіру. Әл-иману билля. Әл-иману билля. Бірінші. Иман тақырыбындағы ең бірінші әл-иману билля. Аллаға иман келтіру. Аллаға иман келтірдім деп айту міндет па, әлде жүрегіңде сол болса жете ме? Аллаға иман келтіргенің Алланың жалғыз екендігі, Алланың ұлық екендігі, таухидқа жүрегімен сенсең жете ме, әлде тілмен айту шарт па екендігінде ғалымдар екі топқа бөлінген. Иман мәселесінде, Аллаға иман келтіру мәселесінде ғалымдар екі топқа бөлінген. Мулла Али Қари рахимахулла, осы Фиқхул Акбардың шархын жазған Мулла Али Қари рахимахулла сол екі топ ғалымдардың пікірлері мен дәлелдерін баяндайды. Имам Абу Ханифа рахимахулла иман мәселесінде, Аллаға сену мәселесінде тек жүрегімен сеніп қою жетерлік емес, тілмен айту шарт екендігіне маил қаил, яғни сол нәрсені құптайды. Ахли сунна уәл жамаа ғұламаларының кейбір ғалымдары Аллаға сенгеніңді жүрегімен бекітсең ғана болды дейді. Біз білеміз, иман деген не десе, ол Аллаға сену, жүрегіменен тастықтау, және аркан амалыңменен, денеңменен, іспенен сол нәрсені дәлелдеу. Ол шарт емес, ол бір бөлік емес, дәлелдеу амал. Амал дәлелдеу, білесіздер, е? Енді осы мәселеде ғалымдар Аллаға иман келтіру мәселесінде, Аллаға иман келтіріп қойсаң жете ме, тілмен айту шарт па, шарт емес пе екендігінде ғалымдар екіге бөлінген. Иман мәселесінде ғалымдар екіге бөлінген. Бірінші топ ғұламалар Аллаға иман келтірдім деп
тілмен айтуды шарт дейді. Және шарт болса да кейбір уақытта сол міндет мойнынан түседі дейді. Әр қайсысына қазір тоқталып өтетін болады. Ахли сунна уал жамаа уламалары Аллаға иман келтіру мәселесінде мен Аллаға иман келтірдім немесе ла илаха иллалла деп даусын шығарып айту, басқаларға естірту, тілмен айту шарт дейді. Иман деген сенім деген нәрсе ғой, өзі жүректің амалы ғой. Ал енді тілмен айту дегенді біз қайдан шығардық? Көптеген кітаптарды, ақида кітабын оқысаңыздар, иман деген не десе, Аллаға сену, тілмен айту, жүрекпен бекіту, амалдарымен дәлелдеу деп айтады. Бұлардың негізі жалпы түрде айта салған, бірақ бұның әр қайсының тоқтап өтетін тақырыбы бар. Сол үшін тілмен айту шарт па шарт емес пе? Негізгі иман жүректе сену. Алланың бар екендігіне, жалғыз екеніне сенсең болды, мұсылмансың. Ал енді тілмен айту шарт па шарт емес пе де екендігінде бір топ ғұламалар шарт деген, тілмен айту шарт деген. Тілмен айту шарт. Екінші топ ғұламалар жүрекпен иман Аллаға сенгеннен кейін тілмен айту шарт емес. Сенің жүрегің шынымен Аллаға байланған болса, Алланы жалғыз деп шынымен түсінген болсаң, сол жетерлік. Тілмен айту ол дәлел үшін ғана. Мысалы, бір адам, мысал түрде де өзге елдің адамы, орыс дейлік, немесе Европаның, немесе Американың тұрғыны, білеміз ол негізі мұсылман емес екен. Сөйтіп жерде ол жүрегімен Аллаға сенді. Енді біз оны мұсылман емес екен білмейміз. Енді ол адам қайтыс болған кезде біз оған жаназа оқимыз ба? Оның артынан дұға бағыштаймыз ба? Құран оқимыз ба? Хатым қыламыз ба? Осы мәселені қылу немесе қылмау үшін дәлел тіл деген. Негізі тілмен айту шарт емес, бірақ жаңағыдай бір адам қайтыс болып жатса, сол адам жаназа оқыла ма, оқылмай ма? Егер мұсылман болмаса оқылмайды ғой. Сол секілді артынан дұға бағыштау, дұға қылу деген секілді осында үкімде жүргіземіз, жүргізбейміз, сол үшін ғана тілмен айту дейміз. Ол адамнан біз естімесек, бір Алланың жалғыз екендігін, немесе калиманы, немесе бір амалмен дәлелдеген көрмесек, естімесек, біз оны мұсылман емес екен деп, ол адамнан бұрылып кетіп қала береміз, қайтыс болса да. Сол үшін оны мұсылмандардың қабіріне көму үшін және оған шариғаттың үкімдерін жүргізу үшін тілмен айту шарт деген екен бір топ ғалымдарымыз. Осы нәрсе шарт деген. Имам Матруди, Абу Мансур Ал-Матруди рахимахулла, бұл кісінің көз қарасы бойынша да, жеке осы кісінің өзінің көз қарасы бойынша да тілмен айту шарт деген екен. Имам Аш'ари рахимахулладан екі риуаят бар. Бір риуаятында имам Аш'ари рахимахулла тілмен айту шарт деген, бір риуаятта шарт емес деген. Имам Матруди рахимахулла тілмен айту шарт деген. Бірінші дәлел, жүрекпенен бірінші топ ғалымдар, жүрекпен айтып бекітіп, жүрекпенен Аллаға сенсең сол жетеді, тілмен айту шарт емес деген ғалымдардың дәлелдері. Мужадала сүресі 22-ші аят. Мужадала сүресі 22-ші аят. Мужадала сүресі 22-ші аят. Бұл сүреде, бұл аятта Алла Тағала былай деп айтады. Улаика катаба фи қулубихимул иман. Ана кісілер, Алла Тағала олардың жүректеріне иманды салып қойды. Болды. Сол үшін олар момын мұсылман. Алла олардың жүректеріне иман берді. Құранда Алла Тағала оларды момын деді. Олардың тілмен айтқан ешкім естіген жоқ. Құранда Алла Тағала айтып берді, пайғамбар оларды момын мұсылман деді. Өзі естіген жоқ. Құрандағы аятпен естіді. Сол үшін осы аятты дәлел қатары қолданып, бірінші топ ғалымдар Аллаға иман келтірген кезде жүрегің
Аллаға сенсе, Алланы таухид деп білген болса, тілмен айту шарт емес деп, осы аятты не істейді екен? Дәлел қатары қолданады. Бұл аят тілменен айту шарт емес, әлбетте айтып қойсаң болады. Бірақ, мысалы, бір адам сөйлегенде тұтығып сөйлейді, қиналып, жағы ауырады, немесе мүлдем сақау адам, тілі шықпаған, тағы басқа сондай бір себептер болатын болса, онда қалай істейді? Онда ол момын мұсылман емес пе? Дейді бір топ ғалымдар. Екінші топ ғалымдар бұл кісілерге жауап берген: егер ол адам тілі жоқ болса, сақау болса, тұтық болса, сөйлей алмаса, немесе қиналатын болса, онда иманның үшінші бөлігі амал менен дәлелдеуге көшеміз. Ол адам тілмен айта алмайтын болса, тілі жоқ, сақау болатын болса, амал менен дәлелдесін. Мешітте намаз оқығанын көруіміз керек, немесе бір ораза ұстап жүргенін, немесе тағы бір Құран оқып жатқанын, немесе мұсылманның сипаттары арқылы осындай бір көріністерменен үшінші сатыға біз көшеміз дейді. Бірінші сатыда талас болып жатыр иман. Біріншісінде талас жоқ. Екіншісінде тілмен айтуда, айтпауда талас болып жатыр. Егер сол кезде екінші тілмен айту, айтпауда қиыншылық туындап жатқан болса, үшінші сатына көшеміз. Ол қайсы? Амал менен дәлелдеу. Құран оқып жатқанын көруіміз керек, немесе намаз оқып жатқанын көруіміз керек. Сол кезде момын мұсылман дейміз дейді. Екінші топ ғұламалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен мына бір сахих хадисте дәлел қарады. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір топ сахабаларды жорыққа жібереді. Бір риуаятта Али радиаллаху анху, бір риуаятта Амр радиаллаху анху деп айтылады. Рави шек қылған, риуаят қылып жатқан адам күмәнданып қалған, қайсы сахаба екендігі. Қалың шайқас болып жатқан кезде, хадис Табранида риуаят етілген, қалың шайқас болып жатқан кезде бір мушрик мұсылманның астынан жатып қалады, құлайды. Мұсылман ол адамды қылышыменен енді өлтірейін деп жатқан кезде, ол адам ла илаха иллалла деп айтып жібереді. Себебі олар біледі, момын мұсылмандар бір-бірін өлтірмейді, өлтірулері харам, қылыш көтеруі харам екенін біліп, жан сақтау үшін осылай деп айтты. Ла илаха. Соғыс майданы болып жатыр, қан төгіс болып жатыр. Жаңағы сахаби басын шауып алады. Пайғамбарымызға осы болған оқиғаны айтқан кезде, пайғамбарымыз ашуланып: "Хал шақақта қалбаху?" Сен не оның жүрегін жарып көрдің бе деді. Ол сахаба деді: "Я Расулалла, мен білем, ол қорыққаны үшін айтты. Ол өзін жанын сақтап қол үшін айтты. Ол кәфір ғой, мушрик қой. Ол бізге қазір қылыш көтеретін адам, егер орнынан тұратын болса. Мен білем, ол өтірік. Ол қорқып өзінің жанын сақтау үшін осыған барды" деді. Сол үшін мен білдім оның мұсылман емес екендігін деді. Яғни бірінші саты жоқ. Жүрекпен иман, жүрекпен сену деген. Екінші сатына тілмен айту болып тұр. Егер бірінші сатысы болмаса, екінші шарт, екінші сатысы ол орындалмайды пайғамбардың кезінде. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам уахи арқылы мұнафықтарды, өтірікшілерді біліп өтті. Пайғамбарымыз айтты: "Хал шақақта қалбаху?" Жүрегін жарып көрдің бе сен? Шынымен қорыққанын айтты ма? Әлде шынымен сол жерде оның жүрегіне иман, хидаят кірді ме? Қайдан білесің сен? Неге оны өлтірдің деп пайғамбарымыз оған ұрысты. Пайғамбарымыз оған ұрысты. Пайғамбар тірі болған кезде мұнафиқтар, білесіздер, жүректеріменен Аллаға сенбейді. Олар өздері кәфір кәдімгідей. Бірақ мұсылмандардың арасына келгенде тілменен ла илаха иллалла дейді. Бірінші саты жоқ, екінші сатысын айтады. Пайғамбардың кезінде бұл иман қабыл емес болды. Ондай иман жарамайды. Пайғамбар шынымен білді, кім жүрекпен сенбей, өтірік тілмен айтып жүргенін. Олар момын мұсылман емес. Пайғамбар бұл дүниені өтті, уахи кесілді. Енді біз адамдардың жүрегін білмейміз. Сол үшін біреу тілмен айтып жатқан болса, шынымен жүрегімен ол Аллаға сенді ме, сенбеді ме білмейміз. Ішін ғайыпты білмейміз, ішін жарып көрген жоқпыз. Сол үшін тілмен айтса, біз оны момын мұсылман дей береміз.
тілмен айтты, момын мұсылман дей береміз. Тілмен нені айтты? Калиманы айтты, немесе шахадан айтты. Калима деген сөз, ол сөз деген, кейбір уақытта сөйлем деген мағына береді. Калиманы айтты десе, ол бірден біз ла илаха иллалла деген сөзді түсінеміз. Бір адам хадж қылып жүрген кезде бір адамнан сұрайды. Осы тауаф қылып жүрген кезде не деп айту керек дейді, қандай дұғасы бар дейді. Екінші адам да білмейді екен. Калиманы айтты, айнала берсейші деді. Ол адам тауаф қылып жүр, калима деп тауаф қылып жүр дейді. Калима деген ол сөздің өзі мақсат емес. Калимадан мақсат ла илаха иллалла. Ла илаха иллалла. Сол үшін екінші топ ғұламалар тілмен айтуды шарт деп те айтқан. Егер тілмен айтылмайтын болса, онда ол адамды момын мұсылман деп айта алмаймыз. Әлбетте, егер амалымен дәлелдеп жатқан болса, намаз оқыды, мұсылман болды, сақалын қойып жүр, сондай бір белгілер болып жатқан болса, әлбетте мұсылман дейміз. Ал пайғамбардың кезінде тілмен айтқан кезде де қаралатын ол. Шын жүрегімен айтып жатыр ма, әлде өтірік айтып жатыр ма? Себебі пайғамбар уахи арқылы оларды білетін. Шынымен айтып жатқанын, өтірік айтып жатқанын, шынымен жүректерінде иман бар жоғын пайғамбар білетін. Сол үшін сол кезде мұсылмандар мұсылман деді оларды, немесе кәфір, мушрик, немесе мұнафиқ деп айтты ашық. Бүгінгі біз айта алмаймыз. Сол үшін біреу тілменен айтқан болса, болды, біз оны мұсылман дейміз. Аллама Баздави рахимахулла. Имам Баздави рахимахулла айтты. Адам баласы иман мәселесінде жүрекпенен тасықтау керек, жүрекпенен бекіту керек. Егер қайсы бір адам бір үзірдің себебінен, тілінің үзірі бар, немесе сақау, немесе жаңағыдай ла илаха деген арабша сөзіне мүлден тілі келмейді, тағы басқа. Бірақ ол сол Алланың жалғыздығын, таухид калимасын қазақша айтса да иман бұл есептеле береді. Немесе басқа бір көріністерменен дәлелдеп баяндап берген болса да жетерлік, ол момын мұсылман. Ал егер оның ешқандай бір белгілері жоқ, тілмен де айтқан жоқ, сыртқы бейнесінен де білінбейді, онда біз момын мұсылман деп айта алмаймыз деген. Әлбетте, мұсылман емес мемлекеттің адамы болатын болса, енді мұсылман мемлекет адамы болатын болса, мысалы қазақ, қырғыз, өзбек, олардан сол сөзді естімесек те, бұл оны мұсылман дейміз, момын дейміз. Ол сөзді естімесек те момын дейміз. Мұсылман емес мемлекеттер, Европада, басқа мемлекеттер, басқа жердің адамдары, олардан осы сөзді естімесек, немесе мұсылманның, момынның белгісін көрмесек, сақал көрмесек, тақия көрмесек ол адамнан, сондай бір сипаттар көрмейтін болсақ, онда біз оны момын дей алмаймыз. Көшеден бір орысты көріп қалдың, оны момын деймейсің оған. Қашанға дейін сен бір дәлел көрмейінше одан, немесе бір белгі көрмейінше, сақал, тақия, немесе намаз оққан, немесе бір жұмаға барған, мешіттен шығып жатқан, бір көрмейінше біз оны момын дей алмаймыз. Және момын дей алмағаннан кейін ол адаммен амандасу, ол адамменен басқа мәмілелерді қылу да тыйым салынады. Имам Абу Ханифа рахимахулла осы сөздерменен бұл кісінің көз қарасы бойынша да тілмен айтуды абзал деген. Тілмен айту бүкіл күмәндардың барлығын кетіреді. Және шахада сөзі. Шахада сөзі бұл шарт емес. Шахада сөзі шарт емес. Ашхаду алла илаха иллалла ва ашхаду. Ашхаду деген сөз, немесе нашхаду деген сөз шарт емес. Әлбетте осы сөздерді айтқан болады, жақсы, абзал, бірақ шахада сөзімен басталу керек міндетті түрде. Онсыз иманың қабыл болмайды деу қате. Ла илаха иллалла деген сөзбен де бола береді. Немесе қазақшасын айтып қойса, Алладан басқа құдай жоқ десе, немесе намаз оқып жатқан болса, шахада сөзі, шахада, куәлік сөзі, куәлік берем деген сөз шарт емес, абзал. Кімнің көз қарасы бойынша? Имам Абу Ханифа рахиман көз қарасы бойынша шахада сөзі, куәлік сөзі абзал, бірақ шарт емес. Кейбір уақыттарда сол үшін имам Абу Ханифа рахиман сабағымыздың басында міндет болады былай деп айту деді.
куәлік келтіру деген жоқ. Қаул, яқул деп айтады. Құранда да, хадистерде де келеді. Иман деген не десе, былай деп айту, немесе куәлік беру, екі сөзде келеді. Шахада сөзі, куәлік сөзі шарт емес. Сол үшін имам Абу Ханифа рахимахулла сабағымыздың басында яджибу яқула аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи деп басталды сабақты. Әрбір момынға міндет болады былай деп айту. Аллаға иман келтірдім, періштелерге иман келтірдім, кітаптарға иман. Айту деген сөзді істетті. Куәлік емес, айту. Әлбетте, куәлік сөздерін қолданған болсаң абзал, жақсы, бірақ шарт емес. Сен тек ла илаха иллалла деген сөзбен де момын мұсылман екендігіңді дәлелдей аласың. Әлбетте, шахада сөзін айтатын болсаң, ол абзал, жақсы. Онсыз да иманың толық бола береді. Имам Шафиғи рахимахулла. Имам Шафиғи рахимахулланың шәкірттері осы мәселеде екі топты ұстанады. Бір топ ғалымдар шахада сөзін шарт деген, имам Шафиғи рахимахулланың шәкірттерінің бір топ ғұламалары шахада сөзін шарт деген, ал бір топ ғұламалары шахада сөзі шарт емес деген. Шахада сөзі шарт емес. Бұған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Байхақидің риуаятында келген, Муслимнің де риуаятында келген, былай деп айтты: Умирту ан уқатила наса хатта яшхаду алла илаха иллаллах. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: мен мына кәфірлермен, мына мушриктерменен бұлармен күресу беруге, бұларменен шайқаса беруге бұйырылдым. Қашанға дейін олар Алладан басқа Құдай жоқ екендігіне куәлік бермейінше деді. Алладан басқа хатта яшхаду алла илаха илlallah. Бұл жерде шахада сөзін келтірді. Осы хадисте дәлел қатары бір топ ғұламалары шахада сөзін шарт деген екен. Шахада сөзін шарт деп айтқан. Ал бір топ ғұламалар бұл сөз шарт емес. Бұған да дәлел Насаидің риуаятында пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадисте, сахих хадисте былай деп айтты: Хатта яқулу ла илаха иллаллах. Олар Алладан басқа Құдай жоқ деп айтқанға дейін деген сөз келеді. Және Муслимнің риуаятында Ибн Умар, Абу Хурайра, басқа да үлкен сахабалардан риуаят етілген хадисте Мән қала ла илаха иллаллах. Кім айтса деп келеді. Айтса. Кім куәлік берсе емес. Кім айтса ла илаха иллаллах деп айтса, Мән қала ла илаха иллаллах. Кім Алладан басқа Құдай жоқ деп айтса, дахалал жанна. Жұмаққа кіреді деді. Демек, бұл жерде қаул, сөзді айту туралы айтса деп келген. Куәлік берсе емес. Әлбетте, егер мүмкіншілік болса, куәлікті айтуға болады. Мен куәлік келтірем, ашхаду алла деген сөзді қолдануға болады, абзал. Бірақ бір адам егер ашхаду деген сөзсіз бірден ла илаха иллалла деп иман келтіріп жатқан болса, иманы сахих, тура, дұрыс, толық болып есептеледі. Сол үшін ғұламаларымыз Аллаға иман келтіру мәселесінде бірінші ихтилаф ғалымдардың ішінде, әхлі сунна ғұламалардың ішінде иман келтірген кезде тілмен айту шарт па, шарт емес пе мәселесі. Ғалымдарымыз Мулла Али Қари рахимахулла осы екі топ ғалымдардың пікірін топтай келе тілмен айтуды шарт екендігіне көп басым берген. Не үшін? Бұл кімдерге айтылып жатыр? Мұсылман емес болған адамдарға айтылып жатыр. Егер мысалы бастан мұсылман болған елді мекен адамдары, олар үшін тілмен айтпай-ақ біз оларды мұсылман деп біле береміз. Ал енді өзге мемлекет немесе негіздері, тілдері, діндері басқа болған адамдар, олардан тілменен, құлағымызбен естімейінше момын мұсылман дей алмаймыз. Неге есту шарт десе, ол адам қайтыс болып жатқан болса, жаназа оқу үшін, оған исалу сауап бағыштау үшін, тағы да сондай бір шариғаттың үкімдерін жүргізу үшін оған тілмен айту қана жақсырақ, абзал екендігіне, шарт екендігіне көбірек басым берген. Екінші мәселе, иман келтірген кезде қаул айтса жетерлік пе, әлде куәлік келтіру керек пе? Алладан басқа Құдай жоқ екендігіне куәлік келтірсе жете ме, әлде жай тек
Алладан басқа құдай жоқ деп айтса ғана жете ме? Былайша айтқанда, ла илаха иллалла деп айтуса бола ма? Әлде міндетті түрде ашхаду деген сөзді айту керек па? Ашхаду алла илаха иллалла деп айту шарт па? Деген мәселені қолданған ғалымдарымыз, көптеген ғалымдарымыз ашхаду сөзі міндет шарт емес, бірақ айтқаның абзал. Бірақ егер бір адам ашхаду деген сөзсіз бірден ла илаха иллалла десе, момын дей береміз. Хадисте, сахих хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи айтты: "Мән қала ла илаха иллалла", кім ла илаха иллалла десе, дахал жанна, жәннатқа кіреді. Көптеген жерлерде хатта яқулу, қаул деген сөз, айту деген сөз Құранда, хадисте өте көп келеді. Сол үшін Алла тағаланың жалғыздығы таухид мәселесінде, Алла тағаланы жалғыз деп білу мәселесінде тілменен айтқан абзал, және соны басқаларға өзіңнің мұсылман екендігін дәлелдейсің. Не үшін? Сен өткеннен кейін артыңнан жаназа оқылу үшін, шариғаттың үкімдерін жүргізу үшін. Екінші, калима мәселесінде тек Алланың жалғыз екендігін таухид сөзін айтып қойсаң, сонымен де иманың кәміл бола береді. Алла Тағала иманымызды кәміл болуға нәсіп еткен болсын. Ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.